Сейчас я нахожусь возле центральной поликлиники, здесь работает мой папа. Летнюю практику я прохожу у него на работе. Исходя из опыта полученного, я понял, что профессия врача-стоматолога очень сложная и серьезная. Для себя я узнал очень много полезного насчет зубов. Я узнал, как делаются зубы, как ставятся зубы. Даже узнал, как удаляются зубы и делаются зубные протезы. Это очень трудоемкий и длительный процесс, который требует большой концентрации внимания и очень развитой моторики пальцев. Для того, чтобы у вас не было больше кариеса, нужно соблюдать гигиену полости рта, то есть чистить зубы 2 раза в день, это минимум. И после каждого приема пищи обязательно полоскать рот, чтобы не оставалось остатков пищи, и чтобы не возникал процесс гниения, из-за которого и возникает сам кариес. И также кариес может возникать на стрессовой почве, и нужно себя беречь, меньше стресса, больше отдыха, не забывать регулярно посещать врача-стоматолога. Менің анам Талдықорған қалалық сотында судья қызметін атқарады, және әр жыл осы мен анамның жұмысына келіп, ата-ананың жұмысында 10 күн практикасын өткіземін. Мен 10 күн ата-ана жұмысында деген практиканы өттім. Осы практикада көбінесе ата-анамның жұмысын тереңдеп біле бастадым. Одан басқа сот жұмыскері өзінің мамандығына берік болу керек. Басқа еш нәрсені ойламай, тек қана жәбірленушіні қорғауды ойлау керек деп есептеймін. Яғни дәрігерлер адамдардың өмірін құтқарса, сот жұмыскері осы халықта, осы біздің мемлекетте тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі деп есептеймін. Осы практика маған көп көмегін тигізді деп айта аламын, себебі осы практика арқылы мен сот жұмыскері болып жұмыс істей алам ба, ол жұмыс маған сай ма, сай емес пе, соны түсіне алдым. Және осы өзімнің болашағыма қандай жұмысты таңдау керек екенін өзімнің анамның көрсеткен мысалында айқын түсіндім. Осы 10 күн ата-ананың жұмысындағы практика мен үшін болашақта өзім мамандығым бойынша жұмыс істеген кезде үлкен тәжірибе береді. Мысалы, мен осы жерде жүріп, басқа адамдардың өздерінің мамандықтарында қалай жұмыс атқарғандарын және олардың маңыздылығын көре алдым. ИПС аппаратымен мен бетонның қаттылығын тексердім, және ол өте қызық жұмыс, себебі кейбір жерлерде қаттылығы сай келмейтін өнімдер кетіп қалуы мүмкін, және оларды алмастыру керек. Өндіріс базасының жұмысы ол өте ауыр еңбек, дегенмен осы жердегі жұмыс өте қызық, әрі оның маңызы өте зор. За эти 10 дней я для себя многое узнал в сфере проектирования. Я проходил практику у Ким Светланы Николаевны, у главного специалиста проектного института имени Дженни Кеннова. За эти 10 дней я успел поработать в лаборатории. Я изучал то есть твердость грунта, пластичность грунта, также изучал, насколько грунт, тот или иной вид грунта может просесть под давлением. За эти 10 дней я понял, что данная практика, возможно, помогла мне сделать шаг к своей будущей профессии, так как здесь я узнал, какие навыки я люблю больше и какую работу я люблю выполнять больше.